Жақсы қарақты оқырман. Бүгін біз қазақ әдебиетінің негізін қалыптастырушылардың бірі, жазушы, ағартушы, репрессия құрбаны, ақ өлең мен роман жазған, қазақ әдебиетінде жаңа идеялық дәуірді ашқан Жүсіпбек Аймауытовтың шығармаларының бірі Ақ білек романы туралы айтамыз. Назар аударарлық бір жайт, жазушы негізгі туындыларының тақырыбын басты тұлға атымен атайды. Ақ білек, Қартқожа, Күнекейдің жазығы, Рабиға, Шернияз. Ақ білек. Мамырбайдың ақ білегі. Ақ білегі жас түлегі деп бастау алған роман қалай жалғасады, қалай өрбиді. Мен бұл романды оқығанда мынау бір ғана қазақ қызының басынан өткен тағдыр ма деп таңдандым. Неге? Роман Алтайдың сұлу табиғатын суреттеуден басталып, Мамырбайдың жайы, рахат өмірі арқылы баяндалады. Осы сәтте салт аттылар елді шауып кетеді. Бүтін бір ауылды үш мылтықтың албастысы басып, тұншықтырды. Ақ білегін бәйбіше апанға тығып қояды. Ала атты адам жасырған орнын тауып береді. Бәйбіше оққа ұшып, қызды алып қашады. Сол кезде артынан қуған қуғыншының біреуі оққа ұшады. Манағы салт атты кім? Қызды алып қашқан орыстар кім? Қызды қуамын деп оққа ұшқан кім? Құрметті оқырман, міне осы сұрақтың төңірегінде біз оқып білу үшін жазушының шығармасын оқуымыз қажет. Ақ білектің сүйгені Бекболат. Бірақ ол Бекболатқа қосыла алмады. Тағдыр қоспады ма, әлде жол қоспады ма? Әрине тағдыр. Ақ білектің қатал тағдыры. Неге қосылмады деген сұрақ көкейіңізге оралған болар. Ендеше айтайын. Ақ білекті орыс офицері алып қашады. Қыз оған қара мұрт деп ат қояды. Ауылына оралған ақ білекке ел жұртының сөзінен көрі әкесінің суық көзқарасы өте ауыр болды. Ендігі жалғыз сенері де, серігі де, жеңгесі Ұрқия. Ол Әміре дейтін ағасының әйелі, бала көтере алмай жүрген бейкүнә әйел, қамқор жеңеше. Арада бірнеше жыл өтеді. Ақбілек қалаға ағасы Төлеген мен жеңгесі Мағишаның үйіне келіп сауатын ашады. Оқиды, қала өмірімен танысады. Көз ашық, көкірегі ояу, жанға айналып, аға жеңгесі үшеуі ауылға оралады. Ұрқия мен Ақбілек бір күні сырласып тұрғанда алдынан бір балақай жүгіріп шығады. Ол кім? Құрметті оқырман, оқиға желісінің қалай аяқталғанын білгіңіз келсе, Жүсіпбек Аймауытовтың Ақ білек романын оқуға шақырамын.